Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгүл. Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Бүгін қыста рахметіңізді айта отырып жейтін керемет салаттың рецебімен бөлісемін. Ендеше кеттік. Қыздар, ол үшін бізге ең алдымен 10 килограмм қызанақ, 5 килограмм болгар бұрышы, 3 килограмм қызылша, 1 килограмм сәбіз және 1 кесе сарымсақ, 2 пияз, 5 дана ашты бұрыш және 500 грамм өсімдік майы қажет. Барлығын тазалап, қабығын ашып турап алдым. Енді ет тартқыштан өткіземін. Бірінші қызанақты өткізіп аламыз. Ет тартқыштан. Мінеки қызанағымызды өткізіп алдым. Пиязды 4 бұрыштап майдалап турап аламын. Сыйымдылығы үлкен ыдысты газға отқа қоямыз. Мендегі ыдысым 20 литр. Қызғаннан кейін үстіне 500 грамм өсімдік майын құямыз. Өсімдік май қызғаннан кейін қазір пиязымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Майымыз қызды. Енді 4 бұрыштап туралған пиязымызды салып қуырамыз. Мінеки пиязымыз қызыл түске ене бастады. 3-4 минутта қуырдым. Енді үстіне ет тартқыштан өткен соғымызды құямыз. Барлығын құйдым. Енді жақсылап араластырамыз. Ал қыздар, қызылшамыз бен сәбізімізді ет тартқыштың көзінен өтетіндей формада турап алдым. Енді осы екеуін өткіземін. Қыздар, мінеки жайлап қызанағымыз қайнап жатыр. Естеріңізге сала кетейін, егер де қызанақтарыңыз суы көп болатын болса, оны сүзіп алсаңыздар болады кішкенесін. Мен сүзіп алған жоқпын, себебі менің помидорымның, яғни қызанағымның сорты дейміз, сұрыбы еті қалың болғандықтан, бұда көп су болмайды. Сол себепті бұны сүзген жоқпын. Енді қайнағаннан кейін үстіне қазір ет тартқыштан өткізілген қызылшамыз бен сәбізімізді саламыз. Мінекей осыны салып, бұны қайнағанын күтеміз. Салып жақсылап араластырамыз. Қою болады. Бұны жиі араластырып тұру керек, әйтпесе түбіне тұнып жабысып қалуы мүмкін. Мінеки түсі өзгере бастады. Енді қайнағанын күтеміз. Мінеки болгар бұрышын өткізіп жатырмын, кішкентай ғана қалды. Енді қазір ашты перец дейміз ғой, ашты бұрышымыз. Енді біз болгар бұрышы, ашты бұрыш және сарымсақ саламыз сымында. Сарымсақ салып жақсылап араластырамыз. Қайнады. Енді үстіне лавр жапырағы, түйіршіктелген қара бұрыш және татымына қарай тұз саламыз. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай. Неге бір ас қасықтай қара бұрыш түйіршіктелген. Мен 6 қасық тұз салайын деп тұрмын. Толтырып, көлем осындай. 2, 6 қасық. Енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып. Қыздар, мінеки 1 сағат қайнады. Енді астын өшіріп, тазалап жуылған стерилденген банкіге құйып жабамын. Дайын салатымызды стерилденген банкіге құямыз.
қызылшамен өте дәмді болды. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Қақпағын да қайнатып аламыз ыстық суға. Қақпағын жауып, банка жапқышпен жабамыз. Жауып болғаннан кейін қақпағымыз толық жабылды ма, соны тексереміз. Одан кейін банкамызды төңкеріп, үстін сүргімен жауып қоюды ұмытпаңыздар. Менің